Ой, мам, мам, тұрыңыз, мам. Ау, қызым, не болды? Айсұлуды балабақшаға апармайсыз ба не? Жоқ, оларға бүгін ремонт жасап жатыр екен балабақшаларында. Сондықтан әзірге садиктері болмайды. Жарайды. Мама, тамақ пісіріп бересіз ба? Қарным ашып тұр. Жарайды. Қазір сабаққа кететін едім. Бар, әпкені сен тұрғызып келші. Қазір бетін жуу болайын. Ол бірақ мен айтқанымда көнбейтін шығар. Қызым, енді тұрғызып келе ғой. Жарайды. Жансая деймін. Не болды? Тұр, сен, мама шақырып жатыр. Не дейді ол? Дұрыстап айтсаңшы, не дейді ол демей? Не шаруаң бар сенің? Неге тұрғыздыңдар? Тұрып тамағын ішсін дейді. Қазір сабаққа кетеміз ғой соған. Кәка. Не дейді қызым? Қазір барам дейді. Ой, сол қызда. Не пісіресің, мам? Білмеймін, қазір күріш па, немесе бір нәрсе пісіріп тастайын. Жарайды. Мен онда сабақ киімді кие берейін. Я, бүлдіріп алма. Жарайды. Айсұлуды оятып жіберейін ба? Жарайды, бірақ ол да мам, ау? Айтпақшы, кешем сабаққа бардым ғой. Соған апай айтады, дұрыстап ақ рубашка мен юбкаңды киіп кел дейді, мынандай толстовка киюге болмайды дейді. Қызым, ау, енді ақша болмай тұр ғой. Жалақымды түсін алып берем, жарай ма? Жарайды, мен көнемін ғой, бірақ апайлар, директорлар, завучтар көнбей жатыр. Айтып жатырмын, апай, анамда ақша жоқ еді деп. Ол біздің шаруамыз емес, өздерін тезірек алыңдар деді. Жансаяда артық рубашка жоқ па, сұрап көрсеңізші. Қазір. Жансая, не болды? Мың қақсадың ғой тіпті. Не болсын шамада, Ештеңе болған жоқ, жай. Не сұрайын деп едің? Сен сұрауға келетін едің ғой. Сенде артық рубашка бар ма? Жоқ. Бір жақ қарайын да. Не рұқсат ашасың? Жап. Ақшан жоқ па? Отыр онда осылай киіп. Тағылдайсың маған. Жарайды, сен, мама шақырып жатыр. Не деді қызым? Ой, бермейді. Жарайды. Қазір тамақ пісіріп тастайын. Жансая, тұр. Вау, мам, күшті тамақ пісіріп қойыпсыз ғой. Келіңдер, ал отырыңдар, шүрләнішіңдер. Қазір мен Айсұлуды оятып келейін. Ол қыз да көп ұйықтайтын болыпты тегі. Жарайды. Айсұлу, жаным, қызым, тұра ғой. Айсұлу. Мам, ұйықтаймын. Қызым, тұра ғой енді. Жүр, тамағыңды іш. Мен садикке бармаймын ба? Жоқ, бүгінше бармайсың, жүре ғой. Жақсы. Өзім жүремін, мам. Жарайды. Қызым, қазір артына ойнайсың, тағамды ішіп ал. Мам, ойнайыншы. Артына ойнайсың. Жарайды. Жүре ғой. Вау, қандай күшті. Рахмет. Қазір мен Жансаяны оятып келейін. Жақсы. Не деп тұрсың, қызым, жынданып? Анауда бүкіл настроениемді құртып кеткен. Тез тұр. Қазір сабақтарыңа барасыңдар ғой. Қазір. Компьютерін ойнап тастайыншы. Қызым, қайда компьютер тұр, тамағын іш. Мам, мен өзім білемін ғой. Компьютер ойнаймын дедім ба? Ойнаймын. Шығыңызшы бөлмемнен. Шығыңыз. Қызым, тамағынды қазір. Құттай 5 минут. Ал тағамдарын ішіңдер. Дәмді екен, мам. Ас болсын. Жарайды, мен онда тез сабағыма дайындала берейін. Жақсы. Мам, жас пока ас болсын.
Жас қызым сабақтан 5 алып келді тағы да. Иә. Сіз бүгін жұмысқа барасыз ба? Жоқ, бүгін маған демалыс. Жарайды, мен бүгін ерте келемін, себебі бүгін бізде 2 сабақ болады. Жақсы болыпты. Барып кел, онда жолың болсын. Жақсы, пока, мам. Пока. Ой, мыналарды бір ұтылады да жүреді. Не зат? Басымда ұртып бітті ғой әбден. Ақша бар ма менде? Азақ қалыпты. Ой, мыналарда бір... Алло, не болды? Қазір шығамын. Давай, ақша не бар? Қанша алып шығайын тағы да? 5.000. Жарайды, давай. Қойып тасташы. Мам, не болды? Бірінші таманды іш. Той, мам, мен атағанды ішім келіп тұрған жоқ. Дәмі бір түрлі ішпей қойыншы. Қызым, болмайды олай, іш таманды. Той, ішім келмей тұр дедім, ой. Ішсенші. Сен аузын жапшы. Бейшара. Мам, айтыңызшы, анау маған бейшара деп отыр. Қызым, олай сеніңге олай айтушы болма. Ішпеймін, кеттім. Жақсы болды, отырашы. Не болды, не сұрайын деп едім? Сізде азын аулық ақша бар ма? Қанша? 5.000-дай. Құрысын 5.000 не істейсің оны жаратып? Мам, не істейсің деген не? Бір нәрсе аламыз, қыдырамыз, қыздармен. Үлкен қыз болдым ғой. Мен саған кеше ғана беріп едім ғой. Енді ол кеше ақша басқа күн жерге қалу керек қой. Қазір телефоныңға лақтырам. Ой, рахмет. Тамағын ішіп кетсенші. Жоқ, мен тойып тұрмын. Қызым, тамағын іштеймін. Мам, тойып тұрмын. Давайте. Ой, мына қыздай. Мам, өзіңіз ішеңізші. Я ішіп жатырмын. Жарайды, мен ана жаққа барып ойнаймын. Жарайды. Үйдің бәрі лас-лас болып кетті. Ана қыздары бір жинап қоюды білмейді ғой. Мам. Қызым, не болды? Сізге телефон салып жатыр. Қайса келе ғой? Алло? Я мен Жанармын. Саламатсыз, апай. Сіз Жансайын апайсыз ба? Я. Не болып қалды? Жайшылық па? Немене? Терезені сындырды? Ой, сол қызда бір тыныш тұрмейді екен. Я, содан қанша? 25.000 теңге төлеу керек? Я, апай, түсініп тұрмын ғой, бірақ бізде ақша жоқ еді. Жарайды. Сау болыңыз. Я, ескертем, кешірім сұраймын. Ой, осы қызда бір... Енді мен оған 25.000 теңге қайықтан тауып беремін. Мам, не болды? Жоқ, жаным, ештеңе болған жоқ. Ойнай бер. Жарайды. Қайдан тауып берсем болады? Мына ақша жетпейді. Қызым, тыныш жүрмейсің. Мен қызым ала ғой. Не істеп жүрсің? Үйге келе жатырмын ғой. Мам, не болды? Көңіл жоқ қой. Қыздарым келіңдер ме? Мам, еске бір күшті бір жаңалық айтайын ба? Айта ғой, не болды? Ой, апатай. Ой, жаным, қалайсың? Жақсы өзіңіз? Жақсы. Отыра ғой. Мам, мен бүгін 2 сабақ болды ғой бүгін. Сол екеуінен де 5 алдым. Шын айтасың ба? Міне, қараңыз, дәптеріме қойып берді. Ой, жарайсың, мен ақылды қызмысың ғой.
Қазір мен тістеп тамақ пісіріп жіберейін. Жарайды. Не болды, бөлмеге бармайсың ба? Барамыз, не болды соншамадай? Қуып жатырсың ғой. Қайсың, не қарап отырсың? Не мынандай? Қызым, тоқташы. Ау, не болды? Бүгін сен маған апайың звондады. Сен қыз не білдіріп жүрсің? Мен не білдіріппін? Өтірік сұрамам. Мам, мен не білдірдім? Неге сен мектептің терезесін сындырасың, саған кім рұқсат берді? Енді сол үшін мен ақша төлеуім керек. Төлеңіз, маған ақылдайсыз. Қызым, сен менімен қалай сөйлеп тұрсың? Қалай емес, солай сөйлеп тұрмын. Қызым-ау, мен ол ақшаны саған қайдан тауып беремін? Өзім мектептің полын жуып жүрген адаммын ғой. Біз этакта бір айда 10 000 теңге табамыз. Мен оны қалай жаратамын? Не болды, сіздердің жалақыларыңыз түсіріп тастаған ба? Әрине. Ол жетпейді ғой. Мен жалғыз басты анамын. Мен сендерге бәріңге бірдей беретін ақшам жоқ. Үйге, киімге, тамаққа бәріне ақша кетеді. Оның бәріне мен төлеймін ғой. Мам, не болды? Ақша керек па? Мен сені ақша сұрап тұрғаным жоқ. Бұзықтығың үшін мен сені қателігіңді бетіңе басып жатырмын. Мам, әдейі емес, случайно емес. Доп ойнап жатырған енді тиіп кетті ғой. Сол апайларда бір стукач құсап шағымдана беретін не әдет? Олар маған шағымданып жатқан жоқ. Сенің қателігіңді маған ескертіп жатыр. Қате мене? Қате. Қызым, саған не болды? Неге маған дауыс көтересің? Мам, шығыңызшы, болды. Уақыт жоқ менде. Қазір тезіп кірісуім керек. Қызым, не болды? Жүр, тамағын ішесің. Қазір артынан ішем, мам. Ой, сен қызда. Алла, тез кіріңдер енді. Тез кіріңдер. Неге баспай жатырсың? Басшы. Ана жеріне өтесің. Нағызда. Енді қайдан тауып берсем болады? Қыздарым қойды мен. Қыздарым. Пап, бұл сіз бе? Ой, жаным. Мені Айсұлуым не істеп жүр? Пап. Келе оған. Мен сағындым. Мына тәттілерін бәрін саған алып келдім. Рахмет. Міне қараңызшы. Пап. Ой, жаным, Назерке қалайсың? Жақсы, өзіңіз? Жақсы. Мамаң қайда? Үйде. Солда бір үйден шықпайды екен. Пап, неге келдіңіз? Неге келдіңіз дегенде? Жоқ, жайша келмейді едіңіз ғой. Енді сендердің көруіңе хақым бар шығар. Жүр, шешең қайда? Шешеңге апар мен. Мына жақта. Мам, сізге папам келді. Кім? Әлі үйде сыпырып жүрсің бе? Қалайсың? Мұрат, неге келдің? Кет үйіңге. Кет үйіңге деген не? Бұл менің үйім. Қалай сен үйің? Бұны біз өзімізді ақшамызға сатып алдық. Кет үйіңге. Біз сенімен баяғыда ажырасқанбыз. Мен сені көргім келмейді. Мен жыныма тиіп тұрсың? Мен сен жыныңа тиіп тұрғаным жоқ. Кетші бар үйіңге, Мұрат. Не? Пап, қойыншы, тиіспеңгіші анама. Сен бұлай тұр, жағаласпай. Шешеңге де еріп бара жатқан жайын бар сияқты ғой. Тиіспе қызыма. Тиіспе қызыма деп қойды. Қорғаған түрің құрсын сен. Сен мені пайдаландың. Яттарын жоқ деге. Жансая қайда? Бөлмесінде. Сол қызды. Қысқасы, тіліңді қысқарт сен. Мен ба? Ендігім. Мұрат, үйіңге кет, балаларды қазір шошытасың. Ой, қоя қойшы. Сен айтпай қойшы. Мен тағы да келем, сол көзі көрсетемей саған. Авариядан, ауруханадан бірақ шығарам сен. Не дейді? Қызым, үндеме, айта береді. Айтып тұрған жоқ мен саған. Кет бар үйіңге, болды. Кетем не? Мам, не болды сізде, бәрі жақсы ма? Қызым, бәрі жақсы. Мен үйді реттеуім керек. Жата беріңдер, кеш те батып кетті.
Жақсы. Пап, жақсы, пока. Давай. Қазір. Мам, деспей қойыңызшы, тұра тұр. Алып кетме тағамды. Керек емес. Сенемізге ешқандай нәрсе қажет емес. Өзінше сол тәттілерді. Қызым бері кел. Тумам, алайықшы енді. Қызым, жеп жүрген жоқсың ба осындай тәттілерді мұның? Керек емес. Алып кетсін үйіне. Жатыңдар, ұйықтауың керек сен. Мам, ұйықтауың керек. Сен кетейінге Мұрат. Мен қызыма келдім, саған емес. Сонда да кетші бар үйіңе. Біз әлі көрісерміз. Болды, жатыңдар, ұйықтаңдар. Мама, сатыңыз. Жат, қызым, ұйықта. Жарайды. Жансая. Не болды, мам? Ұйықтамайсың ба? Ұйықтаймын ғой қазір. Мазылы береді, не әдет? Ой, жарайды. Қайырлы түн.